Мақсат мониторға үңіле қарады. Мейрамхананы ашқанына 1 ай ғана болып еді. Әзірге оның күзетшілерді жалдап, қауіпсіздік қызметін құратын қаражаты жоқ. Сол себепті қазір өзі қауіпсіздік қызметінің міндетін атқарып, бейне жазбаларды қарап, мониторға үңілді. Бір жағынан қаражаттың жоқтығы кездергі болса, бір жағынан Мақсат адамдарға сенбейтін. Бөгде адамдар мейрамханадан көп нәрсені ұрлайтындығына сенімді еді. Соның кесірінен өзінің әрең дегенде ашқан мейрамханасы құрдымға кетет ме деп ойлайтын. Сол себепті Мақсат көбінесе қолынан келетін істерді өзі жасауға тырысты. Бұл мейрамхананы ашу үшін Мақсат 1 жыл бойы ақша жинады. 1 жыл артық ішіп жемей, киінбей, бірнеше жұмысты қатар жасап жүріп жинаған ақшасына бүгінде мейрамхананы ашып отыр. 1 айдың ішінде табыс көлемі өзі күткен нәтижеден де артық орындалды. Алайда күнде кешке ыдыс жуушының асханадан үлкен дорбамен шығатыны Мақсатты алаңдатпай қоймады. Бейне бақылау жүйесін Мақсат 3 күн бұрын ғана орнатқан болатын. Ал мейрамхананың ашылғанына 1 ай болды. Мақсаттың ойына бірден, менің көріп отырғаным 3 күн ғана, 3 күн бойы үлкен дорбамен шығып жүр. Сонда бұл кісі 1 ай бойы осылай тасып жүрген ба? Деген ой келді. Бұл ойының жетегінде ашу да келді. Бұл дегеніміз таза ұрлық қой деп ойлады Мақсат, ұрлықты түбінен шабу қажет. Бір жағынан қызық екен. Себе ыдыс жуушы жас қыз болатын. Түріне қарасаң, ұрлық жасайтын қызға мүлдем ұқсамайтын. Неде болса, адам аласы ішінде, мал аласы сыртында деген осы болды ғой деген оймен Мақсат орнынан тұрды. Мейрамхана жарты сағаттан соң жабылғалы жатыр еді. Мейрамхана әкімшісі мен ыдыс жуушы мейрамханадан ең соңғы болып шығатын. Екеуі екі есіктен шығатын. Ыдыс жуушы артқы есіктен шығатын, ол шыққан есікті мейрамхана әкімшісі жабатын. Мақсат та мейрамхананың артқы жағына келіп тұрды. Шамалы тығылып, ыдыс жуушы қызды аңдып тұрды. Ыдыс жуушы қыздың есімі Ләззат болатын. Ләззат та өзінің жұмыс уақытының аяқталғанын көріп, жиналуға кірісті. Өзінің үлкен дорбасына қайта-қайта қарап қояды. Тіпті бір кезде, жаным, шамалы шыдай тұр. Қазір анаң жұмыстарын аяқтап шығамыз. Сені де дорбадан шығарамын деді дорбасына қарап. Дорбасында қызы аяулым жатыр еді. Аяулымда бұл дорбаға үйреніп қалған еді. Дорбаның жан-жағында тесіктер бар болатын, балаға ауа кіріп тұру үшін жасалған. Ләззат аяулымды жарты сағат бұрын тамақтандырып алған болатын. Қазір бала тәтті ұйқыда жатыр. Ләззат өзінің бұл жасап жүргені дұрыс емес екендігін анық түсінді. Біреу-мінеу көріп қалса, жұмысынан айырылып қана қоймай, қорғаншылық және қамқоршылық органына хабар беріп қойып, баласынан да айырылып қалам ба деген үрей Ләззатты алаңдатты. Ләззаттың сүті бала босанғаннан соң шамалы күннен кейін қайтып кеткен еді. Ал баланың күтімен арналған жәрдемақы 2 апталық сүтке ғана жететін. Сүттен басқа баланың жүргектерін, тағы да басқа керек жарақтарын сатып алу қажет еді. Коммуналдық ақы да бар. Ләззат не істерін білмей басы қатты. Сөйтіп баласын серуендетіп жүргенге Ләззат үй жанынан жаңа мейрамхананың ашылғалы жатқанын байқады. Сонымен қатар ашылуына орай жаңа қызметкерлерді жұмысқа қабылдап жатқандығын көршісінен естіп қалды. Ләззат батылдық танытып мейрамханаға жұмыс сұрап барды. Мейрамхана әкімшілігі Ләззатты ыдыс жуушы ретінде жұмысқа қабылдайтынын айтты. Сонымен қатар бастапқыда Ләззат жалғыз ыдыс жуушы болатынын ескертті. Бұны естіген Ләззаттың ойын бір жоспар тап ете қалды. Бұл жоспары бір жағынан Ләззатты қорқытты, алайда шарасыздықтан бірінші күні жоспарын жүзеге асырып көруге бел буды. Бұл кезде аяулым 1 айлық еді. Әлі қырқынан да шықпаған бала болғандықтан көп уақытын ұйқымен өткізетін. Аяулым тыныш болатын, Ләззат оны артық ыдыстар тұратын бөлмеге орналастырды. Ол бөлме жарық, әрі жылы болатын. Бос орында көп. Ләззат жастайынан жетім қалды. Әжесі қорғаншылық тағайындап Ләззатты өзінің қолына алды. Алайда әжесі сылқым болатын. Үй шаруасына көп басын қатыра бермейтін. 10 жастан бастап Ләззат үй шаруашылығының бәрін өзі жасайтын. Осылайша жүргенде Ләззат кәмелеттік жасқа да жетті. 1 жылдан соң әжесі де дүние салды. Бір күні Ләззат жалғаспен танысып ғашық болып қалды. Ғашық болғаны сонша көзі байланды.
Жалғыз өзі тұрып жатқандықтан жалғасты үйіне шақырды. Жалғаста еш қарсылықсыз Ләззаттың әжесінің үйіне көшіп келді. Алайда Ләззаттың аяғы ауыр екенін естігенде қуанған кейіп танытқанмен. Келесі күні үйдегі бағалы заттарды алып қашып кетті. Содан бері Жалғастан еш хабар болмады. Ләззат полицияға да арызданбады. Ұяттан өртеніп, тіпті үйден шығудан қалды. Бір өзі жайлап күн көріп жүргенде толғағы келіп, аман есен босанып алды. Перзентханадан да жалғыз өзі баласын құшақтап шығып үйіне қайтты. Бір күні үйіне бейтаныс адамдар келіп, пәтерді сатуды ұсынды. Ләззаттың бұл пәтерді сататын тіпті ойы да болмап еді. Алайда келген кісілердің табандылықтары мен арсыздықтары соншалық қызға қоқан-лоққы көрсетіп, көшеде жүргенде көлік қағып кетіп, қызың да өзің сияқты жетім қалып жүрмесін деп кетті. Бұны естіп Ләззат уайымға салынды. Нағыз сынақ енді басталғандай болды. Бір қуантары бұл үйдің қасынан жұмыстың табыла кеткені ғана. Бір жағынан 3 мезгіл тамағы да тегін. Айлықты да апта сайын беріп тұрды. Қазір қызы 1 айлық, ал ол 3-4 айлық болғанда не істейтінін Ләззат ойлап басын қатырмады. Ол өзіне сенімді еді. Соңғы кездері қанша ауыр болса да, Ләззат өзіне деген сенімдігін жоғалтпауға тырысты. Бұл кеште Ләззат дорбасын алып, артқы есіктен жайлап шығып, дорбаны жерге қойды да есікті ақырын жапты. Есікті ақырын жауып, дорбаны алып, бұрыла бергенде алдында мейрамхана иесі шыға келді. «Салем, дорбаңда не бар, көрсет» деді Мақсат. «Бұндай үлкен дорбамен күнде ұрлайтын болсаңыз, сіз кез келген мейрамхананың түбіне жетесіз ғой. Мен ешқашан ештеңе ұрлаған емеспін» деп Ләззат дорбасын құшақтап алды. «Сіз қалайша мен туралы олай ойлап бұлай айтуға ұялмайсыз? Керісінше, сіз ұялуыңыз керек емес пе? Мен не үшін ұялуым керек екен?» деп Мақсат таңғалып күліп жіберді. Бірақ бірден жинақталып, қатаң дауыспен: «Сөзге айналдырмай, дорбаңды көрсетіне алып бара жатсың, көрсетпесең полиция шақырамын». Ләззаттың дорбасын ашып көрсетуден басқа амалы қалмады. Бір жағынан Мақсаттың сөзі, бір жағынан аяулымда жыбырлай бастады. Ләззат шамалы отырып, дорбасын тізесіне қойып ашып жіберді. Мақсат дорбаның ішіне қарап, сасқалақтап: «Балама». «Кімнің баласы? Сенің балаң ба? Сен не жұмысты баламен жасап жүрсің ба?» деп сұрақты жаудырды. Бұл кезде Ләззат аяулымды дорбадан шығарып қолына алды да: «Сонымен мен жұмыстан қуылдым ба?» деп сұрады. «Жоқ, неге бірден жұмыстан кетем дейсіз? Тұра тұрыңыз, бірінші мен сізді шығарып салайын. Жүріңіз, көлікке отырыңыз. Менің үйім жақын, бұрылыстағы үйде тұрамыз» деді Ләззат дорбасымен баласын қысып ұстап. «Онда мен сізді жаяу шығарып салайын» деп Мақсат алған бетінен қайтпады. «Маған дорбаны беріңіз». Мақсат Ләззаттың жақсы өмірден баласын жұмысқа тасып жүрмегендігін жақсы түсінді. Себебі өзі де ата-анасымен тұрғанда көп қиыншылық көрген еді. Мақсаттың ата-анасы өте ішкіш адамдар еді. Бар тапқан таянғанына ішімдік сатып әкеліп, үйге өздері сияқты адамдарды жинап түнімен ойын-сауық ұйымдастыратын. Мақсаттың бағына орай қорғаншылық және қамқоршылық органына көршілері хабар беріп, олар келіп Мақсатты балалар үйіне алып кеткен болатын. Содан соң Мақсаттың ата-анасын ата-аналық құқығынан айырған. Мақсат Ләззат екеуі Ләззат тұрып жатқан әжесінің үйіне де келіп жетті. Шынымен де жұмыстан алыс емес екен деп ойлады Мақсат. Мақсат Ләззаттың артынан жүре берді, қажетті қабатқа дейін бірге көтерілді. Ләззат үйіне кірмес бұрын Мақсаттың қолындағы дорбаны алмақшы болғанда: «Мақсат, мен сізбен бір кесе шай ішсем бе деп едім» деді. Мұндай ұсынысты күтпеген Ләззат сасқалақтап қалды. «Мен сізге шай әзірлеп жіберейін» деді де Ләззат қолындағы аяулымды Мақсатқа ұсынып, өзі ас үйге қарай беттеді. Бір жағынан ұрлықшы болып көрінгеніне қысылып та тұр, бір жағынан жұмысымнан айырылып қалатын шығармын деген ойда маза бермей тұр еді. Осы ойлардың жетегінде жүріп, Ләззат шай қойып, баланың сүтін дайындауға кірісті. Баланың сүтін дайындап, қонақ бөлмеге барып, Мақсаттың қолынан аяулымды алды. Аяулымға сүтін беріп отырған кезде, ас үйден шәйенттің қайнап жатқан даусы да естілді. Мақсат Ләззатқа қарап: «Сен баланы қарай бер, мен өзім шай әзірлеймін» деп ас үйге беттеді. Аяулым сүтін ішіп алып, тәтті ұйқыға кетті.
Ләззат ас үйге келсе, Мақсат үстелді жайнатып қойыпты. Барлығын дайындап, кішігірім тіске басарда дайындап үлгеріпті. Ләззат үстел басына келіп жайғасты. Сол сәтте Ләззат өзінің шаршағанын түсінді. Физикалық тұрғыдан емес, моральдық тұрғыдан. Күнде жаның иненің ұшында тұрғанын сезу, баламды көріп қояма, жұмыстан қуылып кетпеймін бе деген ойлардан Ләззат моральдық тұрғыдан шаршағанын енді түсінді де жылап жіберді. Жылап отырып, енді мен не істеймін? Деді Ләззат көз жасын сүртіп. Мақсат не айтарын білмей, қолындағы кесеге шай құйып Ләззатқа ұсынды. Ләззат, маған бәрін басынан бастап айтып берші, деді Мақсат. Ненің басынан бастап, мейрамханаға қалай кіргеннен бастап па, әлде қай күннен бастап қызымды жұмысқа тасып жүргенімнен бастап па? Жоқ, сен жұмысты, мейрамхананы қоя тұршы. Жалпы қай жерде туылдың, атаның кім, олар қазір қайда, қай жерде оқыдың, тағы сол сияқты. Ләззат өзінің өмір баянын айтып бастады. Өзі өз өмірін айтып отырып, өзінің қаншалықты сор маңдай бақытсыз жан екенін жақсы түсінді. Бір ғана жұбанышы аяулым еді. Аяулым болмағанда Ләззат баяғыда өз-өзіне қол жұмсар ма еді? Құдай білсін. Ләззат өмір баянын айтып отырғанда, Мақсат Ләззат бетіне қарамауға тырысты. Себебі Мақсат Ләззаттың өмірінен өз өміріне ұқсастықтарды көп тапты. Содан болар көзіне жас келген кездері де болды. Ләззат әңгімесін аяқтағаннан соң, Мақсат орындықтан тұрып, Ләззат, сен 2 күн үйде отыра тұр. Осы 2 күнде бізге бір нәрсе ойластыру керек, деді Мақсат. Бізге? Деп Ләззат Мақсатқа таңырқай қарады. Иә, бізге. Мен енді сені осындай жағдайда тастап кетпеймін шығар. Сен біріншіден менің қол астымдағы қызметкерсің, екіншіден сен жұмысыңды жақсы адал атқардың, ыдыс-аяқтарды жақсы жуатыныңды әкімшілік айтқан болатын. Деді де Мақсат есікке қарай ұмтылды. Тез аяқ киімін киіп үйден шығып кетті. Ләззат аң-таң болып ас үйде отырып қалды. Бір кезде есін жиып, есікті кілттеуге барса, есіктің жанындағы сөреде ірі көлемде ақаша жатыр еді. Оны Мақсаттың тастап кеткендігін Ләззат бірден түсінді. Ақшаны алып жатып, Ләззат жылап жіберді. Бұл ақшаларды алғанын ұят болар, жұмысқа шыққанда өзіне қайтарып берем деп ойлағанмен, оларды жұмсауына тура келді. Себебі бір күннен соң аяулымның ыстығы көтеріліп, Ләззатқа үйге балалар дәрігерін шақыруға тура келді. Балалар дәрігері бірнеше дәрі-дәрмек пен витаминдер жазып кетті. Сол дәрілерді аяулым Мақсат берген ақшаға сатып алды. Сөйтіп дәріханадан кірген бойда есіктің қоңырауы естілді. Ләззат бірден Мақсат деп ойлап есікті ашып қалды. Алайда қайта жабуға тырысқанымен ер адамның аяғы кедергі келтіріп, сәлем, жалғыз басты ана, деп ыржыңдап күлген ер адамның сұлбасы тұр еді. Сен қонақтарды қалай қарсы аласың? Деп есікті итере бас көктеп 2 еркек, 1 әйел кіріп келді. Үшеуі ас үйдегі үстел басына жайғасып, қыз бала бір қағаздары шығара бастады. Сонымен сен ойландың ба? Ойлансаң мына қағаздарға қол қой, деп біреуі дікеңдеді. Иә, мен ойландым, және мен ешқандай құжатқа қол қоймаймын. Менің үйімнен кетіңдер, кетпесеңіздер, қазір полиция шақырамын, деп жұлқынды Ләззат. Полиция? Шақыр, бірақ бірінші өзіңді және қызыңды ойла, бізбен қоса сендерді де алып кетпесін, деп мысқылдай күлді. Сіздер кімсіздер? Мен пәтерді сатпаймын. Сатасың. Сен әр қырсыққан сайын пәтеріңнің құны да түсе береді. Соны ескеріп қой. Сол себепті ертерек сатсаң, қосақты қаражатқа ие боласың. Деді де жігіттердің біреуі Ләззатқа келісім шартты ұсынды. Ләззат келісім шартта көрсетілген пәтер құнын көріп күліп жіберді. Сіздер мына бағаны қалжыңдап жаздыңыздар ма? Бұл баға бұл үйдегі жуынатын бөлменің ғана бағасы ғой. Сен қазір қол қоймасаң, бірер күннен соң бәрібір қол қоясың. Ол кезде бұл бағадан да төмен қаражат аласың. Мен сіздерге ештеңе де сатпаймын. Жоғалыңыздар менің үйімнен, деп Ләззат айқайлап еді. 2 жігіттің біреуі Ләззатқа қарай бет алды. Ләззат қорыққаннан жарға қарай ысырылды. Бір кезде жігіт тізерлеп отыра қалды. Ләззат аң-таң болып қараса, жігіттің артында Мақсат тұр екен. Мақсат бір ұрып, тізерлетіп қойғанын сол сәтте ғана түсінді.
Ал Мақсат үстел басында отырғандарға бұрылып, пәтердің сатылмайтынын тағы кімге түсіндіру керек деп еді. Мақсат үшеуі де бірден пәтерден зыта жөнелді. Мақсат үшеуі шыққан бойда Ләззатқа қарап, сен неге мыналар туралы маған ештеңе айтпадың? Деді Ләззат қолтығынан сүйіп, орнынан тұрғызып жатып. Мен олардың қайтадан келетінін білмедім, деді Ләззат дірілдеген дауыспен. Мақсат Ләззатқа қатты жаны ашып кетті. Сондай нәзік, кіп-кішкентай қыз. Қорғаушы болатын, қамқоршы болатын ешкімі жоқ. Жүр кеттік, деді Мақсат. Қайда? Деді Ләззат таңқала. Қайда бару керек болса, сонда. Деп қатты сөйледі Мақсат. Ләззат болса жылап жіберді. Кешірші, менің үйіме жүріңіздер. Мен жалғыз тұрамын. Көбінесе үйде болмаймын. Менің үйімде тұра тұрыңыздар. Ол жерде сіздердің ешкім мазаларыңызды алмайды. Мына бұзақылардың енді қайтып келмейтіндігіне кепіл жоқ. Олар қайтадан келіп, сіздерге қоқан-лоққы көрсетіп жүрулері мүмкін. Ләззат тынышқана жинала бастады. 15 минутта Ләззат жиналып болды. Жиналып шығып келе жатқанда көрші апайды кезіктірді. Мәссаған жоқ боп кеткен әкесі келіпті ғой, деді көршісі. Ал Мақсат болса, иә келіп қалдық деп бір жымиып қойды. Ұятсыз, қазіргі жастар екі қабат қызды тастап кетіп еді, енді жүрсін қарашы, ыржаң етіп, деп көршісі еш кінәсі жоқ Мақсатты жерден алып жерге салды. Оған қиналып тұрған Мақсат жоқ. Ләззат пен аяулымды көлігіне отырғызып, пәтерін жарты сағатта жетіп келді. Аяулым пәтерді ерекше қарады. Бала болса да жаңа пәтер екенін түсініп тұр. Пәтеріңіз өте әдемі екен, деп Ләззат ойын жасырмады. Қазір ғой әдемі болып тұрған, алған кезде көрсеңіз. Өте лас болатын. Ал мынау сіздердің бөлмелеріңіз, деп Мақсат бір бөлменің есігін ашты. Бөлме кең, жылы әрі жап-жарық екен. Алайда ер адамның үйге киетін киімдері мен аяқ киімін байқаған Ләззат, жоқ, бұл сіздің бөлмеңіз сияқты ғой, бізге бола өзіңіздің жайлығыңызды құрбан етпеңіз. Ештеңе етпейді, бұл бөлме жылы кең. Сол себепті сіздер осында орналасыңыздар, ал мен мына бөлмеге көшемін, деп қарама қарсы тұрған бөлменің есігін ашты. Бөлме бір ғана адамға арналған, кішкентай ғана екен. Сіздер орнала беріңіздер, ал мен бір жерге барып келуім керек, деп Мақсат шығып кетті. Ләззат заттарын орналастырып, аяулымның киімін ауыстырып, балаға сүт дайындауға ас бөлмеге барды. Ас бөлмеге барса, ол маған ыдыс аяқ үйіліп тұр екен. Ләззат баланың сүтін дайындап болып, аяулымды ас бөлмеге алып келіп диванға жатқызды. Аяулым ұйықтап кетті. Жан-жағын көпшікпен тіреп қойып, Ләззат ас бөлмені тазалауға кірісті. Бір сағаттан соң Ләззат барлық лас ыдысты жуып, кешкі ас дайындап, тіпті салатты дайындап үлгерді. Бір кезде сыртқы есік ашылды. Ас үйге Мақсат кіріп, қандай керемет иіс, менің қарным қатты ашып келе жатыр еді. Бірақ бірінші ортаңғы бөлмеге жүріңіздер, деп Мақсат Ләззаттың қолынан сүйреді. Ләззат аяулымды қолына алып, ортаңғы бөлмеге шықты. Шықса, Мақсат балаға арналған кішкене керует және қол арба алып келіпті. Мұныңыз не? Мен сізге бұның құнын төлейтін ақшам жоқ қой, деді Ләззат, я қуанарын, я қуанбасын білмей. Ештеңені төлеудің қажеті жоқ. Осы әйел затын түсіну өте қиын. Кім қазір сізден ақы сұрап жатыр? Деп күлді Мақсат. Мақсат Ләззат екеуі кешкі ас ішіп, содан соң бөлмені ыңғайластырды. Үйді сәндеп, баланың керуетін құрып жүргенде үшеуі мәз-мейрам болатын. Мақсат Ләззатты неше түрлі көңілді әңгімелермен күлдіріп жүрді, тіпті аяулымда керуеттің ортасында жатып, өз тілінде бірдеме деп қояды. Түн болды. Мақсат өз бөлмесіне кетті, ал Ләззат аяулыммен өз бөлмелерінде қалды. Алайда Ләззат көз іле алмады. Мақсатта сол. Мақсат өзін сондай бақытты сезінді. Осындай өмірді ол бала күннен армандайтын. Алайда Мақсат Ләззатқа ер адам ретінде ұнаймын ба жоқ па деп қорықты. Ол мені қабылдар ма екен, азанмен үйленуге ұсыныс тастасам, олардан мәңгіге айырылып қалмаймын ба екен деген ойлар Мақсатты түнімен ұйықтатпады. Осылайша таң атты. Мақсат пен Ләззат таңғы ас ішуге отырды. Таңғы асты Ләззат өте дәмді етіп дайындаған болатын.
Мақсат барлық күш-жігерін жинап, Ләззат, екеуміз үйленсек қалай қарайсыз? Деп қойып қалды. Ләззат сасқаннан қолындағы шанышқыны қолынан түсіріп алды. Мен ұсынысты бұлай да жасайтынын білмеппін. Аяулымға әке керек, ал сізге қорған болатын ер азамат керек. Ал маған сіздер керексіздер деп Ләззаттың қолынан ұстады да Ләззаттың ерінен сүйуге беттеді. Ләззат та қарсылық танытпады. Мақсаттың жүрегі қуаныштан жарылып кете жаздап тұрған сәтте мейрамханадан ауысты. Бүгін мен бара алмаймын, менің шаруаларым көп. Бүгінше өздеріңіз жұмысты жүргізе беріңіздер. Сонымен қатар жаңа ыдыс жуушы табыңыздар. Ләззат енді жұмыс жасамайды, деп тұтқаны қойды. Соңы, құрметті тыңдарман, сізге жаңа әңгімеміз ұнаса, лайк басып, комментарийге пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта шығатын жаңа әңгімелерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеле кетіңіздер.